Бізде қазір Аллаға шүкір ғой, бүкіл нәрсе дамып жатыр ғой. Бүкіл нәрсе бар. Медицина деген пигінде тұр. Ғаламтор пигінде тұр. Адамдардың әлемнен хабар алуы пигінде тұр. Кез келген секунд сайын барлығы. Бірақ бізде құлдырап кеткен бір нәрсе ол руханият. Бәрі әдемі бізде, киім де әдемі, барлығы әдемі да. Бірақ біз депрессия құмармыз қазір. Мына екінші томның қызығын айтайын ба? Екінші том пайғамбардың өмірінде полный депрессия ғой. Мынау ше? Полный депрессия. Уақиды қабылдаудан бастап депрессия. Кәдімгі түңіліп кетеді, не болып жатыр деп ше? Қорқады, өз-өзінен қорқады. Қайта Хадиша анамыз жүрегін басып. Анау жаңағы туысқандарынан таяқ жейді. Жеңшесі таспен ұрып өлтіремін дейді. Ана Абу Жахилін істеп жатқан анау, ана көкесін істеп жатқан анау. Кілең не ғой? Таяқ жеу ғой. Пайғамбарымыздың маңдайы жарылып кететін Абу Жахил таспен келіп, ана Сафаның төбесінде уағыз айтып тұрған кезде таспен келіп ұрады. Хамзаның исламды қабылдауы сол оқиғадан болады. Кілең таяқ жеу. Бүйтіп келеді де. Соңында Алла тағала бұл өмір бұлай жалғаса бермейді дейді ғой. Қиындықтарына жеңілдік. Артынан емес бірге жібереді ғой бұлай. Алла тағала пайғамбарымызды бұрын бүкіл пайғамбарларға көрсетпеген, жалғыз соған ғана хасталған миғражға алып шығады ғой. Сөйтеді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ештеңе, мына дүниеде көріп жатқан қиыншылығы ештеңе болмайтындығын түсінеді да.